Мынадай стойка жағаны 30 минут ішінде қалай тігіп дайындап ала аламыз. Қазір мен сіздерге ең оңай әдісін көрсетемін. Және де бұның схемасын көрсетіп қоямын. Өлшем бірліктермен. Мына жерде бәрінің өлшемі көрсетіліп тұр. Осыны енді біз мата бетіне түсіреміз. Сәлем достар, құрбылар, қыз-келіншектер. Бүгін сіздермен Тігін өнер каналының авторы Балжан Асқарқызы. Осы детальдарымызды схемада көрсеткендегідей мата бетіне түсіріп, және оларды дайындап, қырқып, астыңғы өңделетін өңірінде жаңағы маталарымызды екі бүктеп, соның беттеріне түсіріп аламыз. Жалпы келесі видеоларда жаңағы осындай жағалардың тағы да керемет түрлерін көрсететін боламын. Ең оңай түрлерін, оңай жолдарын. Сол видеоларды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, комментария қалдырып, лайк, қоңырауша басып қойсаңыздар, тіпті керемет болады. Ал енді біз немізді бастаймыз. Міне мен алдыңғы өңірін қырқып алдым, ортасын сызығын машинкада тіктім. Ол сызықты мысалға целый тұрған матаны мен ортасын қидым. Ол не үшін? Жалпы алдына сызық түсіп тұрған бұйым сол осы дизайнда. Ол кішкене бұйымдарыңызды әсемдеу қылып, әдемі қылып көрсетеді. Міне менде астыңғы өңірі де дайын болды. Астыңғы өңіріне міндетті түрде дублириндеріңізді жапсырып алғанды ұмытпаңыздар. Онсыз жаңағы бұйымдарыңыз жақсы шықпай қалады. Енді бұлардың бәрін машинка тігісінде әрине өңдеп тігіп шығамыз. Менің салған видеоларымның бірінде көрермендердің бірі комментария қалдырған екен. Сол комментариясына орай мен қазір осы видеода стойка воротникқа кішкене тереңірек тоқталып кететін боламын. Жалпы стойка воротниктеріңіз ол өлшемі, жалпы біздің мойын ойындымыздың өлшемін аламыз. Соның жаңа қай жерге дейін сіз қоясыз оны. Соныңызға қарай жаңағы өлшемін шығарып алып, соны қағаз бетіне түсіріп алсаңыз да болады. Немесе бірден мата бетіне түсірсеңіз де қалай ыңғайлы солай түсірсеңіз бола береді. Міне мен қазір артқы спинкасын дайындап алып жатырмын. Осыны дайындап алғаннан кейін біз артқы алдыңғы өңірлерінің иық сызықтарын қосып шығамыз. Міне осыдан кейін барып бізде стойка воротнигіміздің өлшемін алуға болады. Осы иық сызықтары қосылғаннан кейін барып біз стойка жағамыздың жаңа ұзындығын шығарып аламыз. Оны жартысынан былай қарай өлшейміз. Общий айландырмаймыз. Артқы орта сызығынан алдыңғы жаңағы жағаның аяқталатын жеріне дейін өлшеп апарамыз. Мен сіздер қазір түсініктілеп анығырақ көрсетейін. Менде 19. Міне жалпы стойка воротниктің ені 3 немесе 4 сантиметр ғана болады. Біздің қазіргі дизайнымызге бізге 4 сантиметр жаңағы шығу керек, дайын түрі. Мына жерден былай қарай 8 сантиметр орналастырамыз. Міне қараңыздар. Мына жақ бұл тең сызықтығын береді, яғни 19-дің жартысы. Жерден 1,5 көтереміз, оны мыняққа шығарамыз 1 сантиметр, және соны доға 0,5 сантиметр қосамыз. Мына жағымыз жоғары көтеріледі. Жаңағы жалпы планкамыздың бұрышын қиып өтіп, менің жағым дайын, доға күйінде тұрды. Доға болып тұрған жағаларыңыз кішкене әсемдеу, әдемілеу көрініп тұрады. Енді жағаларымызды дайындап аламыз. Мені машинка тігісінде тігіп жатырмын. Дәл осылай етіп тігіп аламыз. Тігіп алған жағаларыңызды міндетті түрде жағаларыңыздың ішіне дублерин ұмытпай жапсырамыз. Бұрыштарын шығарамыз міндетті түрде. Енді оңына аударамыз. Оңына аударып, мынау ішіндегі тігісін бір шетіне қарай жатыстырып, машинка тігісінде тігіп аламыз. Сол кезде жағаның уже формасы жақсы көрінеді. Оны әрине үтікке басып, енді біз соны жаңағы өз орнына әкеп жайғастырамыз.
ар нүктелерін бір-біріне турлап, булавкаларымызбен түйреп, машинка тігісіне дайындап аламыз. Енді осы дайын болған жағаларымызды міне енді машинка бетінде тігіп шығамыз. Жалпы мынау жаңадан үйреніп жатқан кісілер болса араларыңызда, түсінбей жатқан жерлеріңіз болса, міндетті түрде жаңа комментария жазып қалдырсаңыздар болады. Қай жері түсініксіз деген сияқты комментарияларыңызды міндетті түрде оқып тұрамын. Соған қарай жаңағы видеоларды түсіріп отыратын боламын. Немесе келесі видеоларда қандай нелерді көрсеткенімді қалайсыздар, жалпы өздеріңізде білгілеріңіз кеп жүрген, түсінбей жүрген бұйымдарыңыз болса, жазсаңыздар болады. Сол сіздерге жаңағы көргілеріңіз келген, қажет еткен жаңағы дизайндарыңызды түсіріп көрсетіп отырамын. Міне менің мына стойка жағадағы дизайн дайын болды. Міне қараңыздар. Міне қыздар, барлықтарыңызға сәттілік, ораза барыңызға қабыл болсын. Келесі видеоларда жолыққанша сау саламат болыңыздар.